Осында келгелі міне 5 келі тастадым. Менің давлением болатын, давлением түсіп кетті, жақсы болды. Ұйқым да жақсы, ұйықтай алмайтынмын. Осы жерге келгеніме ризамын өздеріңізге. Осындағы жұмысшылар, мына қыздар, балалар тура құда жорғалағанда енді тамаша. Солардың көңіліне қарап мен жазылып кетеді екенсің адам деген. Адамның биттей бір ауыз сөзінің өзі адам емдейді екен. Мен соған көзім жетті. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, құрметті біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 81 шағын мәреге жетті. Бүкіл Қазақстаннан кәрісі де, орта жастағы да, жастар да келіп жатыр. Сол бүгін шығарып салып отырмыз. Соның ішінде халықпен бөлісейін, бір ауыз жылы лебізімді айтайын деген адамдар келіп отыр. Соның бірі Талдықорғаннан келген апайымыз. Роза. Роза апай. Жасыңыз қаншада апай? 76. Міне 80-ге келіп қалған адам. Мен 70-тен асқан адамдар келсе қуанамын. Өйткені бар ғой, өмірдің сапасы. Бәрібір 80-ге, ары қарай 90-ға аяқ басқан кезде денсаулық аздап сыр бере бастайды. Қандай болсаң да. Сол кезде сол денсаулықты ұстап отыру, жатып қалмау, жаның қиналып қалмауы, сол адамның өзінің түсінігіне, өзінің әрекетіне байланысты. Сондықтан кәртейгенде мен де шешем мысалы 88 жыл өмір сүрді, өз аяғымен жүрді, өз аяғымен кетті. Сіздің де сондай болғаныңызды қалаймын. Бұны енді жас үлкен кісілер қазір YouTube көріп келдіңіз бе? Бала біреу айтты ма? Менің кенже қызым осы YouTube'ға маған да кіргізді, өзі де кірді. Одан кейін мам, осыған бару керек, сізге бару керек деп. Енді мен 6 жыл болды ауырғаныма. Сол балаларды өзің ұқсап, мен де талай қызметкер жасадым. Қазір немерелерім де қызмет жасайды. Енді шөберелерім, сондықтан осыған мама баруыңыз керек деп маған қарағанда жоқ. Осында төледі. Міне ата-анаңа жақсылық жасайын десең. Содан енді кеше мен 5 келі тастадым. Осында келгелі міне 5 келі тастадым. Менің давлением болатын, давлением түсіп кетті, жақсы болды. Ұйқым да жақсы, ұйықтай алмайтынмын. Содан кейін балама звондап айттым, мені сұрап тұр күнде. Ана учебка да жазып жатыр балалар. Содан кейін мен айттым, мен бәр жағынан жақсымын, суға да түсіп жүрмін. Мам, суға түскеніңіз көрейік деп жатырмыз балашаға. Мен кеше суға да түстім, көрсеттім оны да. Соған риза балаларым менің. Енді тәрбиелеген балаларым мынандай қызмет жасаған ризамын мен. Солар үшін мен де қызмет жасадым кезінде. Енді не жұмыс істедіңіз? Мен мұғалім болдым. Одан кейін қалаға келгеннен үлкен балам қайтыс болды да, содан мен мұғалімдікке жарамай қалдым, ауырып қалдым. Содан кейін балаларым мені ақырын саудаға шығарды. Ойы бөлінсін деп, содан саудагер болып кеттім жаным. Бизнесмен дейсіз? Бизнесмен болып алып, осы керемет дүркірет кеттім. 3-4 жерден бутик ашып, әйбет болып шапқылап жүргем. Сондағы мынау енді ауыр көтердім, нен еттім, содан аяғым кішкене белім ауырып қалды, грыж болып. Енді осы жерге келгеніме ризамын өздеріңізге. Осындағы жұмысшылар, мына қыздар, балалар тура құда жорғалағанда енді тамаша. Солардың көңіліне қарап мен жазылып кетеді екенсің адам деген. Адамның биттей бір ауыз сөзінің өзі адам емдейді екен. Мен соған көзім жетті. Содан кейін енді өзіңізге де ризамыз, әр сөзіңізді құптап миымызға кіргіздік. Үлкен болсақ та білмейтініміз көп екен. Білмейтін сөздеріміз де көп екен. Әлгі жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді. Әрбір адамнан әрбір сөзін байқап отырып жақсыларын аламын өзім. Өзімнің сондай қағидам менің. Кейбір адамдар, апа кешіріңіз да, мысалы, мына ұстаз болған, 80-ге келіп қалған, үлкен адам, бала тәрбиелеген, айтып жатыр да, үйреніп жатырмын деп. Менің шешем 88-ге келгенде де қонаққа бара ма, бір жаққа бара ма, тәжірибе жинап келдім. Мынаны үйреніп келдім, мына үйреніп келдім де 90-ға келген адам. Ал қазір кейбір жастар, ол не айтады дейсің, анау деген бір жаман бөстік сөздерді айтады. Сондықтан қанша өмір сүрсе, адам соншама үйрену керек. Әлем ғылымын түгел біліп кете алмайсыз. Қонақта отырғанда да, тойда отырғанда да, тосқа шығам, мәдени сөйлеуді жақсы көрем. Өте мәдениетті, ел менің сөзімді тыңдап, маған назар аударған, өте жақсы көрем де, дұрыс сөйлеймін. Ол неге? Біздің кейінгі балаларымыз үлгі алса екен, немере шөберелеріміз үлгі алса екен деген менде ой. Енді менің ойым, мінекей, мына жерде Ахмет, мен ризамын. Мынандай халықтардың бәрін емдеп, бәрі риза болып кетіп жатыр. Мынандай жер-жерден ашып жатырсың. Менің ойым Талдықорғаннан да ашып екен деп ойлаймын. Ашамыз апай. Талдықорғанда менің айтайын түсіндіріп, мына Текелі деген жері бар. Мынаның табиғаты деген керемет енді. Сол жерде өзен деген жол, міне жол, мына жерде өзен ағып жатыр. Мына жерде менің кафе, ресторан, магазин, жаңа гостиница, сауна бар.
Менің енді өзім ойым кел гостиницамды берер едім. Егер Жақсы. ашсаңыз. Сонда жерден ем болар еді, халық жазылса екен. Міне Деген апайымыз ой менің. өзінің ғана қамын ойлап отырған жоқ. Сонда ризамын мен. Ауылын, туған туысын, елін ойлап отыр да. О бағана бір апайымыз келді, айтады, мен тәпішке тоқиым, ана кроссовканың бәрін таратам. Қазақтың аналарының пейілі. Мына үлкен бізге үлкен даланы беріп тұрған, содан туған балалар, содан алған тәрбие. Енді апай, үйге барғаннан кейін тағы да бір 6 күн, 7 күн осыны ұстаныңыз. Мен айдың аяғынан ұстағым келіп отыр. Неге? Мына салмақтың бәрін түсіру керек. Маған 13 майға маған Стамбулға билет алып қойды балаларым. 27-сіне Стамбулға барғанда мен мына салмақпен барғым келмейді. Сүт табасыз деп ойлаймын. Салмал бар. Салмал табасыз. Бәрі бар, балалар бәрі жасайды. Сузи жасайсыз. Мен Онген отырып тұру жаттығын ана байқап жасайсыз. Мен сол жаңа текелге барам, жатам, о жерде ағын су бар, әкеп бедіремен құяды. Сол жерде тамағын бәрін дайындайды ол жердегілер. Сол жерде сразу массажный столы бар, оған массаж алам. Сонымен мен жіптікте болып Стамбулға барғым келеді. Кемінде бір 20-30 жас тастайсыз. Тастаймын, рахмет. 50-60-тағыдай болып, жеңіл жүріп, бала шағаның қызығын көр деген осы. Мені көрген жаңа жолдас подружкам деген жерде мені көрген бәрі де келеді саған. Зейнет деген сөз осы. Қазақ зейнет бер дегенде бала шағаның қызығын көр дегенде. Мені көріп отырып өзің денің сау болса көресің. Ал өзің ауырып жаның қиналып жатса, бала шағаң жақсы болса да қызығын көре алмайсың. Сондықтан үлкен кісілерге айтатын. Қызығын көрем десеңіздер, денсаулықпен айналысыңыздар. Бала шағаңызға айтатыным, жастар болса, ата-анаң сенің қызығын көрсін десең, ата-анаң денсаулығын ойла. Тек қана алтынмен аптап, күміспен күптей бергеннен жаны қиналып жатса, ол қызығын көре алмайды. Сізге сол қызығын көріңіз. Ауырмаңыз, жаныңыз қиналмасын. Ұзақ өмір сүріңіз, ана шөберелерді көріп. Шөбере бар. 6 шөберем бар. Шөпшек көріңіз. Шөпшек көрейін алда. 100 жас сондай көп жас емес қазіргі заманда. 100 жас деген ол қалыпты. Мына аяқ дұрыс болса болды маған. Ақырын жаттығуға көрсетеміз, жасаймыз. Міне апайымызға тілегінің бәрі орындалсын деп лайк қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер. Әумин, рахмет жаным.